Сәлем достар, бүгін бізде өте қызық логикалық сұрақтар. Осы видеоны көру арқылы миларыңызды дамытыңыздар. Сіздермен бірге біз бәрі бар арнасы. Номер 1 сұрақ. Жұмыстан шаршаған адам 22-ші этаждағы лас терезені көрген болатын. Ол қиналып жүргендіктен терезеден секіре салды. Бірақ оған ештеңе болған жоқ. Неге? Дұрыс жауабы. Бұл ер адам терезе жуушы болып істейтін. Ол терезеден секіргенде оны ұстап тұратын баспалдақ бар еді. Номер 2 сұрақ. Ер адам жуынатын бөлмеге келіп, өзін тапаншамен атқан болатын. Дегенмен ол тірі. Неліктен? Дұрыс жауабы. Бұл сұрақтың көптеген дұрыс жауабы бар. Бірақ біздің жауабымыз айнадағы өзін тапаншамен атты. Өзіңіздің ойыңызды пікірге қалдырыңыздар. Номер 3 сұрақ. Түрмеге ер адам өлім жазасымен түскен болатын. Бірақ оған өлтіретін адам мүмкіндік бермекші болды. Ол егерде менің салмағымды тапсаң, мен сені жіберемін деп айтты. Біраз уақыттан соң салмағын тауып бостандыққа шықты. Қалай тапты? Дұрыс жауабы. Ер адам қағазға сенің дәл салмағын деп жазып берді. Номер 4 сұрақ. Ер адам бір аралға тап болды. Бұл аралда тек ағаш қана бар еді. Басқа ештеңе жоқ. Оған жылыну үшін от керек болатын. Ол ағаштарды қалай жандырды? Дұрыс жауабы. Оның көзілдірігін байқамаған боларсыз. Линзаның көмегімен ағашқа күн сәулесін дәлдесек, ағаш лапылдап жанады. Видео соңына да келіп қалып, егер видео ұнаса лайк басып, каналға жазылып кетіңіздер. Және де неше сұраққа дұрыс жауап бергеніңізді пікірге жазып кетіңіздер. Сіздерге оңай, бізге қуаныш сыйлайды.